Ассаламалейкум, құрметті бауырлар, құрметті интернет қауымы. Сіздерге бір жақсы бір эстафетаны жолдағым келіп отыр. Жолдама жолдағым келіп отыр. Міне қазір дүние жүзін жаулаған мынау коронавирус деген аты жаман ауру пайда болды. Қазақстан еліне де келіп жетті. Өздеріңіз білесіздер. Айтайын деген, бұрын ата-бабамыз, қазақ аталарымыз, әжелеріміз, жалпы қазақ халқы осы ақтамақтың күшімен барлық ауруды жеңген, және де осы ақтамақтың күшімен аман қалған, сау қалған. Сол үшін енді қазір осы коронавирустың дәрісі табылмай жатыр дүние жүзінде. Мен айтайын дегенім, осы вирусқа қарсы бірден бір қарсы ақтамақ. Ол түйенің сүтінен жасалатын шұбат деген ақтамақ бар. Енді коронавирусты білесіздер. Бірінші адам ағзасының өкпеге түсетін. Бұл шұбат та адамның ағзасына өте пайдалы. Өкпеге де өте пайдалы. Сол үшін осы шұбатты ішуге шақырамын сіздерді. Осы эстафетаны барлық қазақстандықтарға жолдаймын. Жолдаушы Астанадан.